Мен сен салған құс түлетіп, дүние-ай қандай жақсы табаныңа, тұрған өз топырағыңнан ыстық өтіп. О менің атамекен нық тұрағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын. О менің атамекен нық тұрағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын. Мен сендік азаматтық сертімменен, даусыңа дауыс қосам шертілмеген. Мен сенің серпілмеген күніңе де қараймын кереметтей серпінменен. О менің атамекен нық тұрағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын. О менің атамекен нық тұрағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын. Бәрінде мендегінің анам шығып, тұрсың ба болашаққа алаңшы үміт. Мен сенің жалғыз тамшы тасқыныңмын, кететін сенен шығып саған сіңіп. Otuz yedi. Келістің басына жақсы келсін қасына депті. Балдардың қазіргі әрекетті, келешектегі әрекеттерді жаман емес, әлі алма-алманы көріп өлең алады дейді. Балдарға рахмет, көп жасасын, бір жастары мың болсын. Ата көрген оғызадап, ана көрген толып деп, сендерді көріп, алдындағыларды көріп, ендігі кейінгі ұрпақтар да сендерден үлгі алып, сендерден біздің алдымызда мұны тәбелсіздік балдар істеген екен деп, бір-біріне жалғасы мәңгілікті құдағасы мына тірліктерім өте мыңнан бір рахмет. Жақсы тірлік, үлкен тірлік, қуанып жатырмыз, есі келіп жатырмыз. Рахмет бәрін. Ең бастысы дендерін сау болсын, істеген тірліктеріне береке берсін. Ең бастысы ынтымақ бірліктерін ажырмасын. Біраз енді жігіттерін баяғыда жазамыз бәріне. Қалыпқа түсіп қалдық ғой біздің ауыл, басқа жағында енді айтып жүретін нәрсе болып жатыр көп. Кешегі атамызда 120 жыл тойында керемет ұйымшылдықпен көп нәрсені өткіздіңдер. Үлкен рахмет. Бұл да ескерткіш болып қалатын нәрсенің бәрі. Дұрыс Қанекең айтқанына қосыламыз. Үлкен рахмет бәрін. Аман болды. Адамды, бүкіл адамды екі топқа бөлеміз. Ар ұяты бар, иманы бар адамдар, ар ұяты жоқ, имансыз адамдар деп. Мына істеп отқан тірліктерің, сонда ар ұяты бар, иманы бар тірлік. Бұл үлкен абыройлы жұмыс болды. Сендер мына тірліктерің арқылы, мына алдағы інілеріңе, өзіңнің ұрпақтарыңа үлкен өнеге көрсетіп отырсыңдар. Және де мына ауылдан ата-аналарынан алған тәрбиені, мектептен алған тәрбиенің
Соны жалғас деп берем, соны білдіріп болсын деп. Құдай қаласа дендерің сау болсын. Мен телефонымда айттым, Құдай қаласа шаңырақтарында жақсы той болсын. Енді мынау бүкіл ауыл үшін, ел үшін үлкен абырой болды. Бүкіл бар жерде бір әңгіме болды. Құдай қаласа денсаулықтарыңа денсаулық тілеймін. Бәріңіз аман есен болыңыз. Ай жігіттер өте рахмет, тамаша. Мына бақ қайда барасың? Ынтымаққа барам дейді, ынтымақтарың жойылмасын. Тіл көзі сақтасын Алла. Сенде аяқ қолдарың дерт баспасын, сендей балдардың өзі жоқ көп жерде. Рахмет. Мынау әкешілерің аман болсын, көп жасаңдар, жаманшылық көрмеңдер. Үйленіп қойған осындар, Бала шағаларың рәтін көрмейдер. Рахмет айналайын. Көп жасаңдар. Рахмет. Егер осы сует кетіп тұрғанда бір пата сұрап дастархан ала береді. Жан пата сұрап жерді. Жанға кетпе береді. Ал, көке, аумин. Алақан жайында. Тұрайын балдарым. Ал енді балдарым, мына жақсы жарым істейді. Алтын алма дуа ал, дуа алтын емес пе дейді. Ал енді сол айтқандай шырақтарым пата. Бұл енді айтып біздің қазақтың мұсылманның баласының ең кәделі сөзінің бірі. Ендігі жерде әлгі береке дейтін шал кетіп баратыр дейді, бір жаман шал тымағын түсіп. Береке қаяққа барасың депті, сөйтсе ынтымаққа барып сөйлесіп қайтайшы дегенде өлтеді. Значит, ынтымақ болмаса береке де болмайды екен деген сөз. Енді шырақтарым сол сөзді Құда қаласа сендерге айтатыным, мейлі өмірдің ащы кетсе ме, тұзысы кетсе ме, бірақ барлық уақытта ынтымақтың кетпеңдер айналайын. Бір-біріңді кім болса болсын сыйласып, азғантай ғана жарық дүниеде бұл адам баласы патша болсын, миллионшық болсын, арттыратын өмірден қалғанда сіз бізден кеткесін бітті ар жағында ештеңе жоқ. Лажы болса бар уақытта сыйласып, сіз бізде өмір сүріп, өсіп, өніңдер, дендерің сау болсын, бала шағаларың аман болсын, бар уақытта көргендерің бәрі жақсылық болсын. Біздің Құда қаласа жасымызды берсін, Құдай біздің көрген жақсылығымызды көрсетсін. Алла бар уақытта бақытты болып, өмірлі шүбірлі болып, ұлды ұяға қондырып, қызды қияға қондырып, дендерің сау. Құдай әруақ, қайбірен қырықшылар, имам азам, арыстан болып, әзірстен, әулиелер желеп бөтен жетімдердің әруақтары Құда қаласа қолдап, желеп жүргізсін. Амин. Al, bırak dursun.